сағат 14. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, құрметті тыңдарман, эфирде жаңалықтармен Набира Алманова. Алматыда дәмхана қонағын аяусыз ұрған күзетшілер ұсталды. Полиция мәліметінше жәбірленуші отырыс уақытын созуды сұраған, ал күзетшілер оған келіспей артынша оны соққыға жыққан. Нәтижесінде 40 жастағы ер адам ауыр жарақатпен қалалық ауруханалардың біріне жатқызылды. Бұзақылық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Дәмхананың екі күзетшісінің кінәсі анықталды. Жәбірленуші онда достарымен бірге болған. Күзетшілер кафе келушілерінің отырыс уақытын ұзарту туралы өтінішіне агрессивті түрде әрекет еткен деп хабарлайды Алмалы ауданды полиция басқармасының бастығы Ұлан Әбілхайыр. Өзге де ақпарат, елімізде келер жылдан бастап айлық есептік көрсеткіш 6,5% өседі. Бұл әлеуметтік төлемдердің ғана емес, айыппұлдардың да өсуіне әкеледі. Қазіргі таңда айлық есептік көрсеткіш 3692 теңге, 2025 жылдан бастап ол 240 теңгеге өсіп, 3932 теңгеге тең болады. Экономистер бұл өсімді инфляция жағдайында табысты қолдау үшін жүргізілетін жалпы индексацияның бір бөлігі деп есептейді. Айлық есептік көрсеткішпен бірге айыппұлдардың өсуі де күтіліп отыр. Жаңа түзетулерге сәйкес жылдамдықта сағатына 60 шақырым және одан жоғары шамада асырғаны үшін 147 мың теңге емес, енді оны 157 мың теңгеге төлеуге тура келеді. Әрмен қарай кеттік. Ақтауда лотерея ойнатқан жеке кәсіпкер сотталды. Оны лотерея ойнатуға, яғни оның лицензиясы болмаған. Ол Instagram желісіндегі Toyota Land Cruiser Prado 120 автокөлігін ойнатқан. Бұл әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі кодекстің 445-те 1-ші бабының 6-шы бөлігіне қайшы келеді. Сот жеке кәсіпкерді кінәлі деп тауып, оған 775 мың теңге айыппұл салды. Сот үкімі заңды күшіне енді. Жамбылда жел электр станциясына қажетті құралдар өндіретін зауыт құрылысы басталды. Зауыт келер жылдың соңында, яғни қолданысқа беріледі деп күтіліп отыр. Сондай жоспар бар. Инвестициялы жобаны Sunny Renewable Energy компаниясы мен отандық самұрық-қазына Инвест бірлесіп жүзеге асырып жатыр. Жалпы жоба құны 53,6 миллиард теңгеге тең. Әзірге осы, өзге де ақпарат туралы толығырақ Авторадио.kz ақпарат сайтынан біле аласыздар. Бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау қалаларында 8 градус суық болады, Қостанайда 5 градус 0-ден төмен, Павлодар, Екібастұз қалаларында 12 градус суық. Ал Түркістан, Шымкент қалаларында 7 градус жылы. Тараз, Қызылордада +6, Атырауда 1 градус жылы, Ақтауда 5 градус 0-ден жоғары, Ақтөбеде -2, Оралда +1, Семейде 0 градус, Өскеменде 2 градус жылы, Қарағандыда -1, Теміртауда 3 градус суық, Жезқазғанда қар жауады +1, Балқашта 3 градус жылы, Талдықорғанда 7 градус 0-ден жоғары, Астанада -12, Алматыда жауын жауы мүмкін 8 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.